Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін қарыннан өте дәмді, керемет салат дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қарынды жуып тазалап, қазанға салып қайнатамыз. Егер сізде ірі қараның қарны болса, сиырдың қарны болса, 3 сағат көлемінде қайнатқан дұрыс. Егер сізде қойдың, әйтпесе басқа майда малдың қарны болса, 1,5-2 сағат жеткілікті. Қарынды жай отта осылай қайнатамыз. Егер сізде қарынның иісі ұнамаса, қатты шығып кетсе, 1 тілім лимон салуды ұмытпаңыздар, сол кезде иісі қалмайды. Бізге басқа қажетті заттар: ақ желкен петрушка, қызанақ, пияз, сәбіз, перецтің 2 түрі, сарымсақ және қайнатылған қарын қажет. Алдымен пиязымызды осылай мен 4 бұрыштап турадым. Пияз біраз ірі болған дұрыс, ірілеу қылып тураған. Енді перецті тураймыз. Қалауларыңызға қарай әртүрлі формада турасаңыздар болады, ал мен 4 бұрышты етіп турадым. Алдын ала қайнатылған қарынды мен осылай 4 бұрышты етіп турадым. Менде сиырдың қарны. Тапаға май құямыз біраз, қатты қыздырамыз. Қызып тұрған майға пиязымызды салып, осылай қуырамыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ, жарты минут көлемінде қуырамыз. Майыңыз қатты қызып тұрған міндетті. Егер сізде қатты қызбаса, онда пиязыңыз майдаланып, езіліп кетуі мүмкін. Ол кезде пияздың көлемі кішірейіп қалады. Сондықтан осындай үлкен-үлкен әдемі болып тұрған маңызды. Оның үстіне перец саламыз. Қатырылған перец болса да бола береді. Қалауларыңызға қарай. Біраз қуырамыз. Астында мінекей суының бары кетіп, тек май ғана қалады. Көп қуырмаймыз. 1 минут көлемінде қуырамыз. Оның үстіне қайнатылған қарынды саламыз. Қарынды салып, оны да біраз қуырамыз. 1 минут көлемінде. Қатты қуырмаймыз. Сәбізді осылай теркадан өткіземіз, үкіштен. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және паприка салдым. Мен тұзды аздау салдым, себебі менде қарын тұздалған. Сіздер қарынды қайнатқан кезде үстіне біраз тұз салып барып қайнатсаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Бетін жаппаймыз. Бетін жапсақ, суланып, сөлі көбейіп кетеді, буланып іші. Оның үстіне қызанағымызды саламыз. Чери қызанақтарын салсаңыздар да болады. Мен кәдімгі қызанақты қолдандым. Қатты қуырмаймыз. Осылай араластырамыз. Мен астын өшірдім. Астын өшірген соң, ақ желкен петрушка менен сарымсақты осылай майдалап турап, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, сарымсақтың ащы дәмі кеткенше 1 минуттай осылай ұстаймыз. 1-2 минут. Бар жоғы 5-6 минут қана уақыт кетеді. Мінекей бізде перецте, қарында және пиязымызда ешқандай өзінің қалпын бұзған жоқ. Қалай салдық, солай тұр. Мінекей ешқайсысы езілген жоқ. Астын қатты отта қуырған дұрыс. Сол кезде біздің көкөністер езілмейді. Мінекей біздің салатымыз дайын.
тәрелкемізге салып орналастырамыз. Біздің салатымыз дайын. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.